Азамат Скаков «Сен» кітабынан үзінді. Біз мидың нақты қандай бөліктерден тұратынын білмейміз. Негізі ми 18 бөліктен тұрады. Ми әлемдегі ең мықты аппарат. Ол бізден бөлек емес, біз оны басқарамыз. Бірақ ми автомат түрде оған бұрын берген бұйрықтарыңыз бойынша жұмыс істейді. Кезінде берілген тапсырмаларыңыз бойынша сізге қызмет қылады. Әрекетіміздің 95% автоматты түрде жасалады. Префронтальная кора тура маңдайымыздың астындағы бөлік. Бұл тек қана адамда болады. Ол біздің шешім қабылдауымызға жауап береді. Неғұрлым осы бөлім қаттырақ дамыса, соғұрлым дұрыс, адекватты шешімдер қабылдаймыз. Джо Диспенза атты ғалымның айтуы бойынша, префронтальная кораны дамытатын әрекеттердің бірі құлшылық екен. Мысалы, ислам дінінде намаз, буддизмде медитация. Дәл осы уақытта префронтальная кора өте жақсы жұмыс істейді екен. Кітап оқу, ойлану, жоспарлау жұмыстарында да префронтальная кора жақсы дамиды. Яғни жаттыққан сайын ол да мықты бола түседі. Осылайша аналитикалық ойлау қабілеті қатты дамиды.